Ұлытау облысында таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жалпы облыстық ағаш отыру шарасы ұйымдастырылды. Бұл күн елімізде бүкіл қазақстандық ағаш егу күні ретінде аталып өтіп, өңір аумағында 3000-нан астам ағаш көшеті отырғызылды. Акцияның басты мақсаты өңірдің экологиялық жағдайын жақсартып, жасыл желек көлемін арттыру. Шараға 5500-ден астам адам мен 1000-нан аса еңбек ұжымы қатысып, бір күнде облыстың барлық елді мекенінде сенбілік пен тал егу жұмыстары қатар өтті. Көшет отырғызу жұмысына Қарағанды қаласынан арнайы дендролог маман келіп қатысты. Ол ағаштардың әрқайсына жеке тоқталып, отырғызу әдісін көрсетіп, қалай күтіп баптау қажеттігін айтты. Маманның айтуынша алдымен шұңқыр суға толтырылады. Содан кейін ағаштың тамыр жүйесі жазылып, арнайы қоректік топырақпен көміледі. Соңынан үстінен тағы бір қабат топырақ салынып, молынан суарылады. Осы әдіспен отырғызылған ағаш тез жерсініп, жақсы өседі. Мы проводим акцию. Біз бүгін сіздердің өңірлеріңізге жақсы бейімделетін теректерді отырғыздық. Бұл ағаштардың тамыр жүйесі мықты, тез өседі. Қатысушылардың бәрі ынтамен, үлкен шабытпен еңбек етті. Барлық көшеттер тамыр тартып, жайқалып өсетініне сенемін. Таза табиғатты сақтау және жасыл аймақты көбейту ісіне кәсіпорындар мен қаржы ұйымдары да белсене қолдау білдіріп отыр. Мәселен, Home Credit банкі өзінің әлеуметтік жауапкершілік жобасы аясында ел бойынша жасыл аллея экологиялық бастамасын қолға алған. Жоба шеңберінде Қазақстанның 12 қаласында 1200-ден астам ағаш отырғызу жоспарланған. Қазірдің өзінде ел аумағында 600-ден астам терек егілген. Сегодня для нас Бүгін біз үшін ерекше әрі маңызды күн. Банктың 20 жылдығына орай Наурыз саябағында 100 терек отырғыздық. Бір ағаштың өзі 2 адамға қажетті оттегіні бөледі. Индустриялық қала үшін бұл өте өзекті жоба деп білеміз. Бүгін мынау экология департаменті өз тарапынан да осы сенбілікке шығып өз үлесін қосып жатыр. Біраз ағаштың түрлері егілді осы паркке. Алла қаласа ары қарай осы жұмысымыз жалғасын тауып, ары қарай суару жұмыстары жалғасатын болады деп сенеміз. Айта кетейік, мемлекет басшысының бастамасымен жүзеге асып жатқан Таза Қазақстан акциясы экологиялық мәдениетті дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасының бір бөлігі. Айдана Базарбайқызы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.